Қандай жаңалықтарың бар? Менде мынандай жаңалық бар деп ештеңе айта алмаймын, өзің айта бер. Мысалға, бүгін жаңалық Орал қаласының тұрғындарына қуаныш жаңалық. Бүгін аэропорт ашылды, наконец-то. Неше 2 жыл ма? 2 жыл жауып тұрды примерно. 2 жыл. Оған дейін болмаған болсын. Оған дейін даламен айырып жүрді олар деген. Жоқ, аэропорт болды. Болды. Көне аэропорт болды. Совет үкіметі. Ояқта бірақ Совет үкіметінде Орал музейный қала ғой, вообще Батыс Қазақстан бойынша музейный қала. Даже кейбір үйлерді действительно қазіргі таңда проспект бар ғой, мысалы Молда Бөгөр сияқты бізде Абылқайыр Дружба. Кейбір үйлерді вообще бұзуға болмайды. Архитектурамен, не істеп тастаң, государство тұлғалар тұрып кеткен үйлер вообще бұзуға. Мен көрдім, Оралда көшемен келдім, дизайнның несінде үйдің терезесі. Бұзуға болмайды. Олар кәдімгі сақталған солай. Короче, жаңалық, оказывается, Қазақстан мемлекеті басқа мемлекеттерге, в общем, 23 миллиард триллиард доллар қарыз. 23 миллиард. Триллиард, мен даже триллиард деп айта алмай жатырмын мысалы. 23 триллион доллар қарыз сыртқа, е? Біз қарызбыз, а? Басқа мемлекетте қарыз. Кетші. Ой, мен қарызым юрінде ертең мен қарызым сұраған адамдарға соны айтпасам, құрсын мен қарызым не ол, біздер деген ақарсыз аяққа деген... Сен ақшаны аяққа Біреудің қарыз жауып отқан жоқпыз ба? Теңге ма? Триллион теңге. Аз ба не саған, не сол не? Ойлап қара. Саған қарыз болса сондай ақша ойлап қаршы саған. Мен 10 миллионнан артық ақша көрген жоқпын өмірімде. Қараш, сен 4 миллион үйде тұрасың да, 1 миллион теңгені де соңғы айналдырып аласың да, и оны үйге алып келіп қойып қоясың да, и дальше паузерге тұрасың. Қалған 3 миллион полный соммен бітеп тастағансың. Біздің Қазақстаннан заңсыз шыққан ақшаларды, шетелге заңсыз шыққан ақшаларды қайтару комиссиясын құрып жатыр да, ақшаны қайтару. Бірақ соның ішінде Назарбаев әулеті жоқ. Уже смешно ма? Бәрі ақша болып жатыр ғой, мысалы, ақша, жаңа айтайықшы, Россия триллион деп айтып біреудің ақшасына 100 миллион болса сен не істейсің, айтшы, просто армандайшы. 100 миллион теңге ма, доллар ма? Доллар. Какая разница, какая разница? Бәрі жоқ. Арманда шегі жоқ қой. 100 миллион теңге болса бар ғой. Теңге емес, доллар айтшы. Қой, 100 миллион теңгең бар емес, 100 миллион теңгең дымда емес. Бір келік қой, бір келік. Бір келік, Алтайырдан 3 үй болды. 3 үйде емес та, 3 комнаталар 60 миллион теңге, 70 миллион теңге. Короче, шамал көбейтесің ба? А то жетпей жатыр. Арманда шегі жоқ қой, по идее ше, бізде короче бар ғой, білесіңдер ма? Жамбо дейтін фокусник бала бар, Жамбо дейтін, білесіңдер ма? Шегеге тұрады. Сол бала, короче бар ғой.
Алматыға попуткамен НННді көру үшін барады. арманы НННді көру үшін барады. Адамның арманы Қашан ол шек жоқ. Карантинде өткен жылы 2020-да жаяу басады ғой. Попутка анадан өтіп, ана түріп тастайды, жалдан аралдан мінеді да. Че, көре ма концовкасын? Барады Жоқ. кейседі. Ол наоборот мына жаққа көшіп кетеді десең. Жоқ, көреді, бірақ жатып қалады, ұзақ жатып қалады анасында, басында көре алмайша. Бірақ сол арқылы нормальный подписчик алады ойлап. Көрдің ба, қазақ көре алмайды. Жоқ, вообще деймін да, былай арманы деймін да. Арманы НННді көру просто ойлап баршы. Армандар орындалады. Нұрдәулетке бәрі история жіберген, мына бір бала сен үшін жаяу келеді Ақтөбеден деп. Ол қарайды, бір-екі сторис өзін давай жетеді ол бала. Келатыр Еще ана оған кетіп батып қалтасына 18 алды. Қайтарда да попуткамен қайтарды. Еще ойбай, ендігі арманым елге жетіп алды. Менің өмірде екі арманым бар деп. Мен айтамын да, мысалы деймін да, адам ми бетті адамға да. Шексіз ғой дейсің, Армандасыш. Одан да шире армандасыш. Джеки-чанды көремін деп. Мысалға, ең патолог тез ақша тапқан деп айтылады, мысалы, вообще әлемде тез ақша тапқан деген бір әңгіме бар да. Одан да тез тапқан, бірақ Флойд Мейвезер бар ғой, Конор Макгрегор екеуі шықты боксқа. Флойд Мейвезер әлемдегі самый патолог қойған спортсмен болып тарихта алды. 35 минутта $100 миллион ақша тапқан адам. Ана ақшаны білесің ба, қалай алып кетті, братан? Қара машина бар емес па, минивэн сияқты киноларда. Сол бүйтіп есігін ашады да, прикинь. Поддонмен келіп бүйтіп салады ғой, прикинь. Маған поддон керек еді. Ақша салады деші. $100 миллион, 35 минутта $100 миллион. Тема ғой да. $100 миллион. Теңгеге оны аударғанда ойлап қарасаң, оны турцияға өтесің әлі. $100 миллион турцияға. Сен көйтпей ақ қойсың. Флойд Мейвезер. Анау ше, анау мені жыртады. Мысалы, манағы видео көрсетті ғой, видео қыз. Шапалақ ұрады, короче, машина ауыса береді, үстінде платьесінің цветіне байланысты, прикинь. Неше түрлі машина. Мына бүйтеді, короче, қызыл Ламборджини, бүйтеді, Көйлегі де ауысады ма? Киіміне байланысты машинасы бар ғой. Көк көйлек киіп алғанша, прикинь, сен сондай видео түсіреді. Так, прикинь, X-Trail'дің алдында тұрады да, бүйтіп, Тарс, X-Trail, Тарс, X-Trail, бля, машина оталады. Тарс дегенде X-Trail'да жоқ. Бүгінде зайға сал жүрген ба? Голый. Тарс, қасында ешак. Тарс қолында кардон помогите дейді. Новый ультрасовременный Сапрыгыш 3000 предназначен для вашего комфорта чистки. Удобная рукоятка способствует легкой чистке ковров, а также помогает быстро справляться с шеломами. У Сапрыгыша есть функция мокрой чистки. Если покупаете сейчас 2 Сапрыгыша, капрон в подарок. Кейде күн жаспай күн басайды. Қой жоқ, тастақ. Жоқ, отып алғанда өзгертіп жібереміз. Кетті, давай, поехали. Морозов. Марков. Аманғос. Лучше бүйтіп құлағын тағайдық. Морозов. Москва. Аманжол. Розов. Марков. Пошел. Башқұрт. Морозов. Морозов. Я. Сап. Не, он узнаешь, ты не стоит, не принципе, Стань. Шегіртке. Истеричка. Шегіртке. Смесь. Шелек. Я мынау өлең, еще айтып тұрады. Мынау карусель. Шегіртке. Айтшы. Шегіртке. Ой, басқа жоқ мынау. Қайырысты от, сұрақ шегірткен. Қанша еш? 2 теңге ма? 2,5 мен басына сөндетті сұрақ. Оразаға өтірік етпей қойын, басты. Колокольчик дейші. Давай. Колокольчик. Колодец. Колокольчик. Бля, мынандай нәрсе. Заблуждать. Колокольчик. Я айтшы аузын. Я колокольчик. Я сіңгі болуын. Колокольчик. Ей, сау. Жоқ, басқа жоқ. Басыма тағы да дейсің. Екі жаным деген келіп бар. Айтып отырмын, қашиш. Стрикоза.
Сигарета. Стрекоза. Шоколад. Сигарета. Секта. Кубилик. Все, бір, Хорошо, маған екі, стрекоза. Охота. раз, Си. два, Три. Семь. Четыре. Пять. Шесть. Киси. Семь. Стрекоза. 8. 9. Та, да? стрекоза, саған какая көрсетеді. Даже біз емес, даже родной айтып тұр саған. Болды, счет 2-1. Команда асы победил. Неге сен бірінші өзіңді қойдың? Ладно, Может, Саша? Все, біз ұтып алдық, құрметті көрермендер. Бізге болеть еткен адамдарға рахмет. Давай андай болсын енді. Осының астына комментарийға желание жазсын. Не істеу керек, да? Иә, біз екеуміз ұтылып қалдық қой. Иә. Бірақ андай разумный андай. Құрметті көрермендер, осы Аржан мен Саламатты не істегенін қалайсыздар? Енді адам миға сиятын нәрсе, интернетке салынатындай нәрсе айтыңыздар. Соны бұл жігіттер міндетті түрде келесі бағдарламада орындап арнайы істеді. Сосын қандай ойындар ойнағанымызды қалайсыздар? Сонда жазып ең кетіңдер. лучший бір күшті ойын тапқан көрерменге комментарийдің астында міндетті түрде біздің атымыздан фирменный сыйлық болады. Вообще фильміңді жасап берейін. Бір тойдан қарып кеткен шығар. Құрметті достар, бұның барлығы сіздер үшін уақыт бөліп қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған өзіміздің жігіттер. Аманшылықта кездесейік. Бұның барлығы аяқ асты болған жағдай. Бұйырса жақсы жаңалықтарымызбен бөлісеміз. Және де осындай жерді бізге берген, осындай жерді локацияны түсіруге керемет көмегін тигізген Marvel кинозалына көп рахметімізді білдіреміз. Осы дәрежеге жеткізген ата-анама алғыс. Аманшылықта. Саламдар.